Құрметті менің оқушыларым, менің каналыма қош келдіңіздер. Онлайн оқу орталығының каналына тіркеліп қойыңыздар. Көптеген түсінбеген тапсырмаларыңызды, тжб-бжб-ларыңызды көре алатын боласыздар. Енді жиі видеолар түсіріліп тұрады. Бүгін математика пәнінен 3-ші тоқсанға арналған 90-дық жиынтық бағалаудың бірінші тапсырмасын орындайық. Бізде бірінші теңдеуді, яғни бұл жерде берілген теңдеулердің қайсысы мәндес теңдеу деп отыр. Онда біз былай жасаймыз. X минус 6 мына теңдеуді шешейік. X плюс 6 тең 0. Теңдіктен кейін 0 тұрса, онда жақшаның ішін жеке-жеке 0-ге теңестіруге болады. Содан кейін айнымалысы барын бір жағына, айнымалысы жоқты бір жаққа шығарамыз. Мына бізде бірінші теңдеу, мына бізде екінші теңдеу болады. Енді осы екі теңдеу мына берілген бірінші А тапсырмадағы теңдеудің жауабы, яғни түбірлері болып тұр. Енді Ә тапсырмаға тоқталайық. Ә тапсырманы жазып алайық бірінші. Теңдіктен кейін 18 тұр. Жақшаның алдында 2 деген сан көбейтіліп тұр. Онда теңдіктің екі жағында 2-ге бөліп жіберуге болады. Сол кезде x плюс 6 тең бізде қанша болады? 18 2-ге бөлсек 9 болады. Енді жаңағыда айнымалысы барын бір жағына, айнымалысы жоқты бір жаққа шығарамыз. Сол кезде 6-ның таңбасы плюс 7, теңдіктің екінші бетіне шыққан кезде минус болады. Жауабы 3 болады. Бұл жерде бір түбір шықты, жауабы 3 болып тұр әзірге. Енді Б-ға көшейік. Б тапсырмада 2x тең 6 болса, теңдіктің екі жағында 2-ден 1-ге көбейтіп жіберуге болады. Сол кезде 2 мен 2 қысылып кетеді, x қалады. 6-ны 2-ге бөлетін болсақ 3 болады. В тапсырма айнымалысы барын бір жағына, айнымалысы жоқты бір жаққа шығарамыз. 6 теңдіктің екінші бетіне шыққанда плюс болады. 6-ға 9-ды қосатын болсақ, бізде 15 болады. Енді жауаптарын тексереміз. Қай жерде түбірлері бірдей болды? Бізде Әде, Ә тапсырмада және Б тапсырмада бірдей болып тұр. Онда бізде Ә мен Б деген бізде Д жауабы болады екен. Келесі, екінші тапсырмада симметриясы жоқ фигуралар дейді. Симметрия деген не ол? Екінші тапсырмаға тоқталайық. Симметрия деген не? Симметриясы жоқ қандай фигуралар екен? Қай әріпке сәйкес келіп тұрған фигура бізде симметриясы жоқ дейді. Симметрия деген сөз, ол симметрия мысалға бір төртбұрыш болсын. Осы төртбұрышты қақ ортасынан бөлгенде екеуі беттеседі. Және көлденеңнен де бөлген кезде, қақ ортасынан бөлген кезде бізде мына жоғарыдағы тұрған бөлігі мен астында тұрған бөлігі екеуі беттеседі. Осындай фигуралар бар болса, онда ол симметриялы деген сөз. Дәл ондай фигура жоқ болатын болса, онда ол симметриясы жоқ фигуралар дейміз. Енді Аға тоқталайық. А суретте бізде төртбұрышты келтіріп тұрмын. Яғни оның клавиатурасы компьютер беріліп тұрса, яғни бұл жерде симметриясы бар. Қалай бөлген кезде де ол симметриясы болып тұр. Бұл симметриясы бар фигура. Енді екінші фигурада бір темірдің несі беріліп тұр, сызбасы беріліп тұр. Енді бұны біз қалай бөлсек те симметрияға келмей тұр. Қақ ортасынан бөлсем, мына жердегі дөңгелек пен мына жердегі дөңгелек беттеспей қалады. Яғни симметриясы жоқ фигура қайсы десе, бірінші бізде В болады. Екінші С. С-да бізде симметриясы жоқ болып тұр. Екіншісі С. Үшіншісі
яғни бізде д көріп тұрсыздар, кристалды қалай бөлсек те беттесе алады. Яғни мына бөлігі мен мысалға мына бөлігі беттеседі деген сияқты. Одан кейін астындағы былай көлденеңмен бөлген кезде мына үш бұрышы мен жоғарыдағы үш бұрышы беттеседі деген. Сол себепті бұл жерде симметриялы бар. Еде де бар бізде. Оны біз жаңа айтып түсіндіргенмін. Тігінен, көлденеңнен бөлген кезде беттесе алады. Енді бізде беттесе алмайтын фигура бізде F болып тұр, иә? F-те бізде симметрия жоқ екен. Келесі, үшінші тапсырмада анықтаманы толықтыр дейді. Бастапқы нүктесі мен соңғы нүктесі көрсетілген бағытталған кесіндіні біз вектор деп атаймыз. Яғни бағытталған кесіндіні біз вектор деп атаймыз. Бізде үшінші тапсырмада с-ді векторын сал дейді. Енді с-ді векторын сал десе, яғни біз бастапқыға с латынның үлкен әріптерін белгілейміз. Басы нүктеде тұратын болса, ол басы болады. Енді стрелка қай жерде тұр, сол оның ұшы болады екен. С-ді. Осылай белгіленеді. Жазып алыңыздар. Бізде не берілген? Оқиық. Катер өзен ағысымен 3 сағат жүрген жолды ағысқа қарсы 4,5 сағат жүреді. Катердің меншікті жылдамдығы 25 км сағат болса, онда өзен ағысының жылдамдығы қандай? Енді жазып шығайық, берілгенін жазып шығайық. Берілгені бізде уақыт берілген. Бұл ағыспен. Ағыспен 3 сағат жүреді. Ал енді ағысқа қарсы, уақыт көп кетеді. Ағысқа қарсы болса, онда 4,5, яғни 1,5 сағат артық жүріп тұр. Яғни желдің күші бізге әсер етеді. Одан кейін тағы не берілген бізде? Катердің жылдамдықты біз v әрпіне белгілейміз. Меншікті жылдамдығы 25 км сағат болса, онда ағыс жылдамдығын сұрайды. Ағыстың негізгі өзінің жылдамдығын сұрайды. Көбінесе ағыстың жылдамдығы 4 км сағат, 5 км сағат, немесе 3 км сағат болады. Бұдан артық үлкен сандар болмайды. Ал енді шешуінде біз не істейміз? Шешуінде бізге белгілі S тең V көбейтілген T деген формуланы қолданамыз. Осы жерден ағыспен деп қойайық. Жолды, яғни арқашықтап тапқан кезде 3 көбейтілген, яғни бағанағы біздің катердің жылдамдығы плюс x деп қойайын. Енді бұл жерде x деп отырғанымыз, өзен ағыс жылдамдығын жерде осы v ағыс жылдамдығын x деп белгілеп алайын деп жатырмын. Километр сағат шығады қазір. Енді S ағысқа қарсы болғанда, T-ның орнына біз енді 4,5 сағатты қоямыз. Жақшаның ішінде 25 азайту x дейміз. Яғни ағыспен жүріп келатқан кезде ол жаңағы неге плюс қойдық? Себебі мынау катердің жылдамдығына ағыстың жылдамдығы қосылады. Ал егерде қарсы жүріп келататын болса, қайықтың жылдамдығы азаяды. Уақытымыз көбейіп кетеді. Енді осы жерде екеуі бізде тең болып тұр. Тең болып тұрғандықтан біз екеуін теңестіреміз. 25 плюс x тең болады 4,5 25 азайтылған x деп. Мына екеуінің оң жақтарын теңестіріп тұрмыз. Өйткені барған жолымыз, қайтқан жолымыз тең.
барған жолымыз, бардық қой бір жерге. Бардық, сосын сол жердегі жұмысымыз біткеннен кейін біз қайтадан қайттық. Бардық, қайттық. Яғни бізде арақашықтықтар бірдей болғандықтан біз екеуін теңестіріп тұрмыз. Барарда біздің жылдамдығымыз қосылады, яғни катердің жылдамдығына жаңағы ағыстың жылдамдығы қосылады да жылдамдыққа. Ал енді қайтып келе жатқан кезде біздің жылдамдыққа, яғни 25-тен x-ті аламыз. Барарда бізде 3 сағат кетсе, қайтарда 4,5 сағат жұмсадық. Өйткені біздің жылдамдығымыз азайып қалды. Енді екеуі теңескен жерді түсіндік, не себепті теңестірдік. Енді есептейік. Осы теңдеуді шешетін болсақ, осы жердегі ағыстың жылдамдығын табатын боламыз. Енді ашайық шақшаны. Ашамыз. Енді 3x қосылған 75 тең болады. 4,5-ті 9 бөлінген 2 деп алуға болады. 9 2-ге бөлетін болсақ 4,5 шығады. 9 бөлінген 2 көбейтілген 25. Ортасы минус болады. 9 бөлінген 2 x болады. Енді есептейік ары қарай. 3 айнымасы бар бір жағына, айнымасы жоқты бір жаққа шығарайық. Енді жаңа 9 бөлінген 2 деп отқанымыз 4,5 x-ті бері бетке шығарғанда таңбасын өзгертеді. 4,5 x болады. Енді мына жерде не істейміз? Екеуін көбейтейік. Сол кезде бізде 225 бөлінген 2 болады. 75 теңдіктің екінші бетіне шығады, таңбасы өзгереді, 75 болады, минус болады. Енді есептейік. Мына екеуінің бүтіндері қосылады. Сонда 7,5 x болады. Тең болады. Мына жерде ортақ бөлім 2 болады бізде. 2 маған 1-ден кетеді. 225-ті 1-ге көбейтетін болсам 225 азайтылған 150 болады. Бөлімі 2 болады. Алымы 75 болады. 225-ті 150-ді алатын болсақ 75 болады. 75-ті 2-ге бөлетін болсам 37,5 болады екен. Енді бізде не шықты? Жазайық. 7,5 x тең болады 37,5 болып тұр. Осыны екі жақты да 10-ға көбейтіп жіберейік. Сол кезде теңдік үтір артқа қарай жылжиды. 75x болады. Артқа қарай жылжиды. Сонда 375 болады. Енді ортасында көбейту амалы бар. Көбейтінді болып тұр. Сол себепті 375-ті 75-ге бөлсек, бізде 5 шығады. Сонымен бізде жауабы ағыстың жылдамдығы бізде 5 км сағат болады екен. Ал жазып алыңыздар. Енді 5 модуль таңбасының астында 0,5 x плюс 1 минус 7 тең минус 4,5. Енді не істейміз? Мына 7-ні теңдіктің екінші бетіне шығарып жіберейік. 5 0,5 x плюс 1 7 теңдіктің екінші бетіне шығады. Сол кезде 7 10 болып шығады. 4,5-дің алдын таңбасы сол күйі сақталады. Енді не істейміз? Амалды орындайық. 7-ден 4,5-ды алатын болсақ, бізде 2,5 болады. Яғни 7,5-ның артына 0-мен толықтырамыз. 4,5, яғни алған кезде арада 5 болады. Бір қарыз бергеннен 6 болады. 6-тан 4-ті алатын болсақ, 2 болады. Енді не істейміз? Теңдіктің екі жағында 5-ге бөліп жіберейік. Сол кезде 5 пен 5 қысқарып кетеді. Модуль таңбасының астында 0,5 x плюс 1 болады. 2,5-ті 5-ге бөлетін болса, бізде 0,5 болады.
0,5 болады. Яғни ондай бөлуге болады. 2,5-ті 5-ке бөлген кезде алымда бөлімде 10-ға көбейтеміз. Сол кезде мынау 25-ке айналады, мынау 50-ге айналады. Алымда бөлімде 25-ке қысқартып жібереміз. Сол кезде бізде 1 бөлімден 2 болады. 1-ді 2-ке бөлетін болсақ 0,5 болады. Енді модулдың қасиеті бойынша біз не істейміз? Модуль таңбасының астында өрнекті жазамыз. 0,x плюс 1 тең 0,5 дейміз. Оны плюс жағдайда аламыз және 0,5x плюс 1 енді теріс жағдайында аламыз. Енді есептейік. Осы жерден 2 жауап шығады, сол соның жауабы болып табылады. Айнымасы барын бір жағына, айнымасы жоқты бір жаққа шығарамыз. 1-ні бетке шыққанда минус болады, плюс 0,5 болады. 0,5x. Енді мына жерде 1-ден 1,0, яғни қайсысын әйтеуір біреуінің алдында минус таңба тұратын болса алу жұмысы жүреді. Үлкен саннан кіші санды аламыз. 1-дің артына 0-мен толықтырамыз. Сол кезде бізде 10-нан 5 тасаң 5 болады. Маған бір қарыз беріп 0 болады, 0,5 болады екен. Үлкеннің таңбасы қойылады, сонда 0,5 болады. Теңдіктің екі жағында 0,5-ке бөліп жіберейік. Сол кезде x тең болады. Мына жақта 0,5 қысып көбейтті x шығады. Яғни x-ның алдында 1 деген сан бар, оны жазбасақ та болады. 0,5-ке бөлетін болсақ 1 болады, жауабы минус 1 болады. Сонымен бірінші жауабымыз шықты. Енді екінші жауапты шығарып жіберейік. 0,5x тең минус 1 минус 0,5 болады. Сосын 0,5x мына минус 1,5 болады. Екеуі теріс сан болса қосылады. Содан кейін теңдіктің екі жағында 10-ға көйтіп жерге болады. Сонымен 5x болады, тең болады минус 15 болады. Енді x тап десе біз не істейміз? Минус 15-ті 5-ке бөлеміз, сонда бізде минус 3 болады екен. Енді жауабын жазайық. Жауабы минус 1-де минус 3. Келесі 3 плюс 5x минус 2 3 үлкен 2x 4 бөлімінде минус x плюс 2 бөлінген 6 дейді. Енді қараймыз. Мына жерде 3 тұр, мынаның астында 1 бар, 3 бар, 4 бар, 6 бар. Яғни ортақ бөлім бізде 12 болады. 12-ні 1-ге бөлеміз, 12 болады. 12-ні 3-ге бөлеміз, 4 болады. 12-ні 4-ге бөлеміз, 3 болады. 12-ні 6-ға бөлеміз, 2 болады. Енді көбейтейік. 36 плюс 20x минус 8 үлкен. Мына жерде екеуін көбейткен кезде 6x минус мына екеуін көбейткен 6x болады. 2 мен x-ті көбейткенде 2x болады. Мына минус 2, мына 2-ні көп саналады. Сонда минус 4 болады. Ары қарай кеттік. 20x мына жерде есептеген кезде 4x болады. Бері бетке шыққанда минус 4x болады. Ал енді мына жерде екеуін есептейік. Екеуін есептеген кезде 28 болады. Теңдіктің екінші бетіне шыққанда минус 28 болады. Минус 4-ті жазамыз. Өз таңбасына жазылады мына жерге. Сонымен есептейік. 16x болады. Екеуін алған кезде үлкен минус 32. Теңдіктің екі жағында 1 бөлінген 16-ға көйтіп жіберейік. Сонда x үлкен, мына екеуі қысқарады, сонда минус 2 болады. Сан өсіне саламыз. Ашық болады, минус 2 плюс 6-ке қарай жүреді. Сонымен жауабы минус 2-ден плюс 6-ке дейін. Жазып алыңыздар. Келесі тапсырма. Талары 6-да 6. В нүктенің координаталары минус 2-де 2. С нүктенің координаталары 4-де 1.
д нүктесінің координаталары минус 2-де 4. Енді орнатайық, осы Декарт координат системасы тұр бізде. Мына жерде стрелка y болады, стрелка 0 тұр. Енді бастайық. Бізге айтып тұр. 6-да 6 дейді. X-тің бойынан 6-ны аламыз, Y-тің бойынан 6-ны аламыз. Екеуін қабаттастырған жеріміз бұл бізде бірінші нүкте болады. Бұл бізде А нүктесі болады. Екінші В нүктеміз. В нүкте қайда орналасады енді? Бұға қарайық. Минус 2 дейді, 2 дейді. Бізде В нүкте шықты. Енді әрі қарай кеттік. Сын табайық. Сы нүктенің координаталары 4-де 1 дейді. 4-де 1 осы жерде тұр міне. Екеуін X-ның бойынан 4. Тап бізде бұл С болады. Енді минус 2-де 4 дейді. Минус 2-де 4. Бұл бізде Д болып тұр. Енді біз А-ны қосайық. Түзумен қосайық. А-ны қосамыз. А-ны қосамыз. А-ны қосамыз. Және С-ны қосамыз. Так, осы жерде екеуінің қатысқан жері осы жер болып тұр. Енді бізде былай дейді. Бірінші тапсырма бойынша не дейді? АВ мен қиылысу СД қай нүктеде? Бізде мына жерде К деп 3 болады. Келесі. АВ мен X, яғни абсциссамен деп тұр. Екінші тапсырмада тең болады F нүктесі дейік. Минус 5-те 0 дейді. Келесі, үшінші. С-ны қиылыстырамыз, яғни ординатамен деп тұр мына тапсырмада. Ордината деп тұрмыз Y өсі. Енді Y өсінің қиған жер осы жерде, Y-ті қиып тұрған жер осы жерде. Онда оны К деп белгілеп кете береміз. К дегеніміз 0-де 3. Біраз есептер шығардық. Енді келесіде сабақта кездескенше сау, сәлеметте болыңыздар.